Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Сәулеш Шәтенова қайнағаның қамшысы. 80-дегі қатып қалған қурайдай кемпірдің жатса тұрса қақылдап айта беретін бір сөзі бар. Жалғызымның алдындал Құдай. 5-6 күміс тиын қадаған шолпысы, қураған шөпке ұқсап, шолтиып қалған. Орындарына жабысып ап, өлімсірей сылдырлайды. Сала құлаш тоқпақтай бұрындары бар кезде шолпының сыңғыры өзгеше еді. Аяғына жұқа бөз шулауын орап, мәсісін киді. Сыртынан калошын сұлып, шапанын бүркеніп, құмғанын алып шығып кетті. Шапанын сүйретіп келе жатып сүрінді. Құдай, жалғызымның алдында ала көр. Дәрет алып болған соң дауыстап кітап оқып отырған қызталық немересінің қасына жантайды. Аяқ қолы шелмеген 8-9 жасар қызы мұрны біз дейіп кемпірдің аузынан түсіп қалғандай. Осы қарағым оқымысты болады-ау. Дұрыс. Алы қағазды айналдыра бер, сонда қор болмайсың деп қызталақтың ашқылтым айран иісі шығатын бұрымдарынан құшырлана иіскеді. Ту, қойшы, әже, қытығым келеді. Әже, әңгіме айтшы деймін. Баяғы ашаршылық жылы, ту, әжай. Тағы да ашаршылық туралы ма? Жалғып кеттім. Буалдыр естелік кемпірді ғарыш кемесінде зымырап өткен ғасырға алып ұша жөнелді. Қараңғылық. Айнала албастыдай төніп, аспан күміс түймелердей жыпырлаған жұлдыздарын қадап тастады. Төбенің басынан бұрқ етіп ақ бұйра шаң көрінді. Қарашайдың қасында сирақ үйтіп шешелеріне көмектесіп отырған 13-14 жасар қыздар шолпылары сыбдырласып, үрпиіп шошып кетті. Шеше-ау, апеке-ау, шаң. Жер ошақтағы қайнаған құртты ожаумен сақыр-сұқыр араластырып отырған әйел кимешектен құлағын шығарып, бажылдаған қыздарына қарап зекіп жіберді. Жау шапқандай не болды шулап? Қаншықтар, кәнішан. Әні. Қыздар торғын орамалдай қалқып ауаға сіңіп бара жатқан селдір шаңды көрсетті. Аттылар екпінін баяулатты. Мынау қара таздың ауылынан. Жаман байдың балалары. Сирақтарынды ете бер. Кимешегі шұбалып, күңкілдеген әйел құрттың түбін қара қырғышпен сақыр-сұқыр қыра берді. Ауыздағымен алыстан аттылар үзеңгілері сыңғырлап қастарынан жанай өте берді. Жаман байдың ұлдары қыршындай жас көрікті жігіттер еді. Алдында атын омыраулатып кетіп бара жатқан ақ шапанды қойдың терісінен тіккен, жалбыраған ақ сексен бөріктісі үйден қара көздерін қанжардай жарық еткізіп, ошақ қасында отырған қыздарға қадады. Сирақ үйтіп отырған бала қыздар ұялып боға түсті. Тек шетте отырған көмірдей қара бұрындарын ұп-ұсақ тасталап қырып тарыммен өріп тастаған ақ көйлекті қыз қаймықпай жүзіне тура қарады. Адайдың қызары бұрындарын осылай өретін. Мына қыздың көзінің өткірін-ай, алдында кетіп бара жатқан тақиялы інісін қамшымен жүн арқадан түртіп қалды. Ана қызды қара, сұлу болайын деп тұр. Бұйыртса қатынды осы адайдан алатын болдың. Бауыр ағасын нұсқаған жағына бұрылып қарап, қою қастарын жазып күліп жіберді. Көке-ау, сенің дегеніңді екі етіп көрдің бе? Ісікті қалай ұстап отырғанын көрдің бе? Ана шыбыш қыздардай болбыр емес. Қолы мығымақ, еті тірі, бойы сандал ағаштай тіп-тік екен. Мен адам танысам, сүйегі нағыз асыл. Біздің тұқымға лайық екен. Інісіне осылай деп артына бұрылып тағы бір мәрте қарағанда, манағы қызың өткір қара көздермен жанары ұшырасып қалды. Сирақ үйітіп отырып, сол кезде абдал тазың келіні боламын деп ойлап па? Адайдың құрық түспеген аспанға шыпшыған ақ шабдар асауындай тентек, ерке қыздың басына тырп еткізбестей ноқта түсті. Қалың малы төленді. Аспанға секіріп тулап алып, басына қызыл шаршының орнына ақ жаулық тақты. 15-ке қараған шағы еді.
жаман өрісі отарға толған қойы бай еді. Бұл да бар жердің қызы, жасауына қосқан бір мүліктей қылып қызын жатқызатып, қайтарда түйесіне мінеде шешесі аңырады ай кеп. Сол шешесін төркінін сағынып, өрмек тоқып отырып жылайтын. Дүние-ай, құрыққа ілінген асау қыз жуасыды. Қара көз, қара қасты, қосағына күн өткен сайын емешесі құрайтынды шығарды. Шаңырақтан көретін күміс түймедей жыпырлаған жұлдыздарды санап жатып, күйеуінің келуін сарлап күтетін. Тоқал енелері, бәлекейді қарай көр, бой басына қарамай ма, байне тең екен бұның, деп сыртынан иерін шығарып күлетін. Бәлекейдің бойы өсіп, бұғанасы қатып, сұлу келіншекке айналды. Жаман шалдың тұқымын көбейтті, 14 бала тауыпты. Әр баласын босанған сайын, ұзындығы 6 кезақ шытпен белін орай, ішін шындап байлайтын. Үзіліп кеткелі тұрған құмырсқа белді айнала майы басып кетпесін, қыз мүсінім бұзылмасын дегендейсі ғой. Кейін қартайғанда да марқұм өзіне қарама қайшығып, жарата салғандай, былқылдаған тоқаштай топ-толық сары келінінің бітіміне тұжырына қарап отыратын. Келіні де өзі сияқты жатыры жайлы кең құрсақ, кең балақ, кең тапқыш, бала тапқыш боп шықты. Әр немересі туған сайын қақсайтын, беліңді мұна ақ шытпем таңып ал деп. Сары тоқаштай толық келіні тыңдамайтын, содан жалғыз келінімен дүрдарас. Данай кемпір өлгенше 16 бала тусам да сарыға атын болып көрмедім, белім қылдықтай деп көріп мақтанады. Аласапыран басталды. Байығы жаугершілік заманда да жаман болды. Әуелі о дүниелік болған қайнатасынан қалған маңыраған қойды қызылдар жоқ қылды. Ауылын ақтар шапты. Ашаршылықтан бұрын Табанияздың көтерілісінен соң адайларды қыра бастады. Моң үйді апарып бір түнде бала шағасымен қоса қырып тірідей көмді. Казинесі кең құдай-ау, қатын баланы қойдай шұбыртып апарып бір түнде. Ол балдары қайда? Шыңғырған үндері әлі құлағында. Моң үй шабылған дейтін жерде мың шақты адайдың отбасын жоқ қылыпты дейді. Беті сұр топырақпен жабылып, сүйектері саудырап, көміліп қалды ғой. Бір тұтас әулеттен қайнағасымен бұлардың отауы ғана шошайып қалды. Ашаршылық басталды. Қайнағасы бір түнде 2 үйлі жанды жинап ап, тас түйін шешім айтты. Көшеміз. Апыл-ғұпыл киіз үйді жығып, жүктеріңді теңдеп, бет ауған жақтарыңа безе жөнелді. Бағыты Ақтөбе. Абысының 10 баласын, бұл 11 баласын жетектейтін жетектеп, арқасына таңуға келетін таңып алып, ақырындап жөнелді. Баяғда жас келін боп босаған енді ғана аттаған кезде бір күпірлік жасағаны барды. Малы көп байдың малшы, малайларымен қосып бір бел жазып отырмайтын. Соңы жұлдыз сөнгеннен бастап, секірдей тәтті ұйқыны қимай, көзін тырнап ашып, күл шығарып, тезек теріп, ошақты жағады. Қосақтап қой сауады, есекті сауады. Күннің астында күңсіп, отырып өлмек тоқиды. Он жақта әйел қамысқа орап киіз басады. Тезек теріп қи ояды. Солай етегіне сүрініп жүргенде, шуы құрғамай баланы шұбыртып туа берген. Қайдан оңай болсын? Сонда құдай-ау, сен де итше шұбыртып бере бердің-ау деп назарланған. Сол пиғылынан жазды мекен, кейбір жетіскеннен айтты дейсің бе, жаны күйгеннен айтады. Жас еді, ессіз еді. Мына зауал соның зауалы ма? Жолда шеттей баланың көбі қырылып қалды. Қайнағасының балаларды қырылды. Тары егетін ойылға өлімші боп шұбырып, өлігін сүйретіп жеткенше ролас ағайын өз бетін өзі жеп әрең отыр екен. Сол кезде 15-ке келіп қалған Бурахан деген баласы болды. Құлнымай, соқталдай болып өсіп едің-ау, 2 безіңнің қаны тамып тұратын. Сол Бурахан бір емес, 2 үйді асырады. Мал тапқыш еді-ау құлыным, біреудің көзінің құрты тұстау, тірі болғанда бір жерден шығатын еді-ау. Қайтейін, аштық пен індет
Жаманбайдың пысынын тұздай құртуға айналды. Күйеуі Шәбденмен бүкіл баласын ажал жалмады. Қайнағасы Ахметтің әйелі Жамал өліп, оның бір жапырақ түйме деген қызы ғана тірі қалды. Кешегі бәйтеректей тамыры тарбия тарам-тарам жайқалған, мыңғырған Қойлыбайдан қалған зүрият осылар ғана. Жамап жасқан қойған қараша лашық үйді өзі жер кепелеп қайнағасы тұрады. Қайнағасы елудің бел ортасынан асса да аса қайратты. Бір өгізі жегіп ап тары егеді, шөп шабады. Кішкентай қызы түймемен мұның інісі келінін аштан өлтірмесі анық еді. Бір күні қараптан қарап жүрегі түскір әлденені сезгендей өрекпінді де жүрді. Қайбір жүрек дейтін жүрек қалды дейсің. Ертесіне күн керегеден шаңыраққа жете хабыл көтерілген шақта үйге бір топ кісі келді. Қайнағалары мен қайнылары, абысындары үн-түнсіз кіріп келеді. Ішінде алыстағы жем бойынан келген асқақ қайнаға да бар. Есік алдында тізеліп бүгіп майысып сәлем салды. Сүрініп, қабынып, самаурынға шоқ салып кеп, төр жаққа қарай алмай, бір қырын жүрелей отырды. Жаманат хабар айтайын дейтіндей, байы мен балалар әлде қашан опат болған. Тұл жесір. Атасының басын несін айтады? Шұнақ Құдай-ау. Келін шырағым, әбден қарағымның отауын тап-таза ғып ұстап отыр екенсің деп төрде малдас құрып отырған алыстан келген қайнағасы сөз бастады да көзіне құйылып кеп отырған жасты көрсетпей шаңыраққа қарады. Ризамын. Жаманның артында қалған мынау деп төменірек отырған Ахметті көрсетті. Мына қысталық баладан басқа еш тұқым жоқ. Жәкем қандай еді-ау, енді ата жолы ежелден салт дәстүріміз бойынша. Құдай-ау, не демек? Мына ақшын-ақшыл. Жүрегі аузына тығылды. Сулы көз абысындары жалықтарының ұшын көздеріне апарып қалыпты. Бабамыздың салты баяғыдан келе жатқан ақ жолымен мына Ахмет екеуің екі жарты бір бүтін болыңдар. Екеуің қосылыңдар. Соны айтайын деп келдік. Үлкендердің шешімі бұл. Дұрыс қосылыңдар айналайындар. Ағайкеу, бұларың не? Жас келінше көмек сұрағандай жан-жағына қарады. Тәйт деп түрде отырған қара 80 бөрікті шал, үшкір сақалы қайқайып қолындағы дойыр сапты қамшысымен тулақты шаңын шығара сарт еткізіп бұрды. Үшкір сақал қайнағадан осы өлерде қорқатын. Мінезі сотқар, бұқтампаз, сол үшін үшкір сақал. Ауыздарыңа насыбай толтырып алдыңдар ма? Мәністі білмейтін кісіге ұғындырар болар. Ой жетесіздер деп ақырды. Бұдан соң жаулығын қарқарадай зор абысын орнынан бір ырғалып қойып сөз бастады. Келін қарағым, мына Керім бала деген жігіттің төресі ғой. Кез келген үйдің оң жақта отырған қызы өзі тіленіп тигенде ғой қайныма. Қазір қыз айттырар қоятын жағдайымыз бар ма біз сорланың? Біреудің жап-жас қызын зорлықпен қосты деп Керім баланы абақтыға қаматтырар. Жығылғанға жұдырық боп, одан әрмен сорлаймыз. Қайбір жетісіп отырмыз. Кейбір жетіскеннен келіп отыр дейсің ме? Әмеңгерлерің көп қой сенің де басқа, деп тіліңді кемпір жағалай отырғанға қарады. Бірақ бәрінің басы бос емес. Бір қайныңа таңдап десең кәнекей, өйтсең қайныңды екі әйел алдың деп соттайды. Итжеккенге айдайды да жібереді. Адайдың асау болғанымен ақылды қызы едің. Елге ақылыңды тентек танытып едің. Ағакемнің оты бір жола күл болып өшпесін десең, көнесің. Туларсың, бірақ көнерсің. Көнбегенде қайда барады. Ағакемнің артында тұяқ қалмай, қараша үйі қорғағалы тұр. Көнгенге қандай? Қазір мұнда молда бола неке суын ішкісе қояды. Ойбай-ау, бірің ай, бірің күндей боп шыға келерсіңдер. Қонақтар дәм ауыз тиіп шығып кеткен соң, басыны шапанын жамылып, үйден шығып жүре берді. Қараса қолына отын буалатып, ала арқан достай кетіпті. Бет алды жүріп келеді. Есім ауысқан шығар деп ойлаймын. Құдай-ау, үлпершектей 14 баламды алғанда сауын айтпап едім. Бауыр етімдей болған байымды жалмағанда да үндемеп едім.
Құдай-ау, Құдайын, мұның не, қайнағаңмен қосыл дейді. Қойнына жат дейді. Масқарай сұмдық. Қасқау, менен не басқа тазда ұрғашы құрып қалды ма? Айдалада дауыс етіп ойбайлап, жылап келеді. Сөйтіп, төбе басындағы бейітке жетті ентігіп. Бураханның бейітін тауып алды. Жарықтық әкесі екеуі бірге жатып томпиып, жолшыбай қолын билеген бұта жырып, тырнап тастапты. Қаны шығып тұр, қаны етегіне сүртіп, көзіне сорғалаған сорасын жаулығының ұшымен сүртіп. Әй, бір аңырады дейсің, ішіндегі шерін әбден тарқатты айкеп. Ашаршылықта өлген 14 баласын жеке-жеке атап шықты. Жылап отырып, бір шеттегі абысының бетіне көзі түсіп кетті. Жүрегі шым ете қалды. Домалақ абысыныма да дұға оқымаппын ғой. Жарықтық керімақ көңіл еді. Айтпақшы, домалақ абысын сенің күйеуіңе байға тиейін деп жатырмын. Тағы да жылады. Тағдырға қара қазандай өкпесін айтты. Абысыны екеуі шүйіркелесіп сырласатын. Біздің қайнағаны сүйетін еді ғой, бетім-ау, не деп кеттім мен? Енді менің күйеуім ғой. Қайнағасымен бүгін түнде қосылатын есіне түскенде аза бойы қаза болып тітіркеніп кетеді. Тағы да иығы сілкіне кемсеңдей бастайды. Осылай отыра бере ме еді. Бір кезде бір қара құс тап қасына қалбаңдап келіп қонды. Шошып кетті. Қасқа, мынасы нес? Ақырын орнынан тұрды. Жылай-жылай қабағы сынып дом ағып кеткен. Ішкі сарайы босап, тұла бойы жеңілейін деп қалыпты. Етегін қаңғыштап, жалғыз аяқ сүлеуге түсті. Бір-екі бел асқан соң, ауылдан түтін көргенде қарадай қысылып ұяла бастады. Қой, бір құшақ отын ала барайын, мынаның есі ауысты деп жұрт әңгіме қылардағы. Отынның есік алдына әдейі дүрс еткізіп тастады. Желкепектен есігі ашық. Түймеш қарағанның да қарны ашып қалды мекен. Таңертеңгі сауын пісірілмеп еді. Мә, қайнаға бар екен ғой. Қайнағасы нес? Ой-ой. Ол қызы таңертең абысындар біздің үйде бола тұрсын, жалғыз өзі үш құса болатын болды ғой деп алып кетіп еді ғой. Жырпырлап. Есім аусар-ау осы менің. Күн батысқа қарай зымырап барады. Жеркепе жаққа жек көре қарады. Ана көрдей қараңғы жеркепенің ішінде жатқан түкті бет қайнағасымен бір түнде қойындасатын еске түскенде денесі қалтырайды. Ызадан қып-қызыл болып кетеді. Кеңшілігі көп Құдай-ау, осы кісінің жүзіне өмірі тіктеп қарамаппын. Қарсыға келгенде екі бүктелетімін. Сәлем салып, бүкенге берсем, немді көрейін. Тек баяғыда қыз кезінде ең алғаш көргенде ондай көзі үлкен кісіні бұрын соңды көрген емеспін. Мені тентек дейді, адайдың қызы дейді. Пішту, ерегескенде еліме кетейін деп қалайын ба? Бірақ қайда барамын? Маңдайымды сүйетін қаңғалды. Аштықта баудай қырылды ғой, қайтып келген қыз шедей тысқары деген деп мырс ете қалды. Өзін өзі аяп мүсіркей күлді. Кенет тұла бойына бір күш құйылғандай қайраттанып ширап сала берді. Осылай отырып, аяқ асты ер мінезіне көшіп, арқасы ұстағанда көтеріліп кететіні бар. Мен сендерге тентектің не екенін көрсетейін. Үйдің ерегесінде тұрған шымшылдыңды әкеп, даңғыра еткізіп, лашықтың ортасына қойды. Шоққа бір шелек суды қайнатып, лып басып, түгел шешіп, жұпар иіс сабынды көпіртіп, шомыла бастады. Иіс сабын мен жып-жылы су денесіндегі күң мен шаңның, мың мен баланың бетіндегі кеуіп қалған жастың ізін дым қалдырмай шайып жатты. Шомылып болған соң сынық айнаның алдына келіп, бойдай тұра қалды. Қара торының әдемісі еді. Сұлулардың азап менмен болатыны бар. Аққу мойнына тіп-тік иығы жарасып тұр. Құдай тағаланың өзі мүсінін асықпай сомдағандай. Құмырсқа бел, үлкен қос анарына ұрлана қарады да, үстіне сандықта жатқан бір кер сары атлас көйлегін киді. Тірсегіне түсетін қара шашты тарқатып жазды да, тісі сынық мүйіз тарақпен асықпай саспай тарады.
Көлдің шетіндегі аққудай асықпай сыспай сыланады. Шашы тарқалған күйі басына бөртпе шәйні жауып жеркепеге келді. Түрімеуіз, менің үйімді шығарсыз, ертең сіздің жеркепеге көшемін. Осылай күн кете қалған, жылап-жылап домдығып кеткен көзін қараңғы үйдің төбесіне қадап тастап, қайнағысы ақырып күлді. Ешкім үн қатпағасын тұрып үйіне қайтып келіп, екі кісіге төсек салды. Бір жастық пен бір көрпе, бір жамылға тарс жамылып жатып қалды. Төбеде лашықтың жыртығынан шибарқыт кәжікейге қадаған алқа тиын түймелер сияқты жұлдыздар жылтырайды. Баяғыда келін боп түскенде жорыққа кеткен күйеуін сарыла күтіп, өйстіп жұлдыз санайтын. Денесі тозаңи бастады. Есіктен тықыр білінбейді. Ел тегіс ұйқыда, иттерде тым-тырыс, келмейтін деп жатыр ма? Шешемін өзгерте таңертең. Абысындар күлер артын ашып, бұл қарбашынан біздің керім балада менсінбеген деп. Намыс буды толығып, көзі енділініп, кірпіктері айқаса бергенде, бұрымын көмірдей қарулы қол ақырын сипады. Тәніне тәтті діріл тарады. Қайнағасы шамды үрлеп өшірді. Бір жылдан соң өмірге бір жапырақ, шақалақ ұл келді. Екеуінің жаны соның үстінде. 3 жасқа толарда шешекпен ауырды. Мойындарына бұршақ салып, көздерінің жастарын төгіп, Аллаға жалбарынумен болды. Бала аман қалды. Бұлардың сорына қарай өзі де қолда аяққа тұрмайтын, қой аяғын жеген зәнталық неме бір күні қара құрт шағып алды. Әкесі жалма-жан емін жасап, жанын алып қалды. Бір күні үйілген маядан құлап, есінен танып қалды. Қара жер хабар бермесін, қайнатасы тура осы жалғызы сияқты мазасыз болған еді. Қарап отырмай отағасымен қалжыңдасатынды шығарды. Кейде өрлігіне де салып, екпіндеп кететіні де бар. Мынаны көрдің бе, дейді. Ондайда шалы күмістелген 8 өрме қамшыны нұқсап, қойлы байдан қалған бір байлық сол ғана. Құдай сақтасын, басынан қамшы кетпейтін қатындарда көп қой осы ауылда. Ана бәтіш көктемде көш кезінде желігіп бозбаламен қыздарының әнін тыңдаймын деп, байқамай көрші ауылдың көшіне еріп кетіп беріпті. Орта жолда келгенде есін жиып қараса басқа ауыл. Күйеуі қамшының астына алғанда байғұс тапқан амалы ғой, жасауына келген сары інгеннің бұтына тығып алып қалыпты. Біздің үйдің кісісі-ау, несібеңнен құр қалайын деп отырған жоқпысың осы? Аузыңның салымы жоқ адам болады дейді. Отағасы мырс ете қап, тағы да ала көзімен қамшыны нұсқады. Жоныңнан таспа тілемін дегені, бірақ көзі аймалайдай. Құдай берейін десе қиын ба? 7 жылдан соң Ахмет 60-тан асқанда жалғыз ұлдың артынан бір қыз дүниеге келді. Жалғызымның алдында ала көр. Қурайдай қатып қалған қара кемпірдің күні түні қақсайтын осы сөз. Жалғызымның алдында ала тек. Құдай тілегін берді. 88-ге қараған шағында қылтамақ боп бір айғын ауырды. Төсек тартып жатқанда баяғы аштықтан өлген балаларын есіне алды. Бураханым да көз жұмар алдында киіз үйдің есігі ашылғандай болды. Ар жағынан бір керемет аппақ нұр солап қоя берді. Сол аппақ сәуленің арқасынан Құдай-ау біреу шақырғандай болды. Ахмет отағасы шығар деп қолын көлегейлеп назардың шайымен салған. Марқұм осыдан 25 жыл бұрын өмірден өткен еді. Жоқ, түптеп анықтап қараса отағасы емес, баяғы алғашқы жұбайы Шәбден. Сол баяғыдай қап-қара қасы қиылы. Күлімдей қарайды. Жүзі нұрлы кісі еді-ау. Ау, кейінгі отағасы қайда? Жүрегі дүрсілдеп жалма-жан іздей бастаған. Анадай жерде тұр екен. Ақ шапаны төгіліп, ақ 80 бөркі, қара торы сұлу жүзіне жарасып. Ұмсына түсті кенет тоқтай қалды. Қасына ақ көңіл абысына. Жамал байғұс жарбиып байына жапсып алыпты. Тарыны тығып қойып, балаларына беріп, өзі аштықтан күйеуі өліп кеткен. Жамал жарықтық абысының қасына жерленгенде отағасына азап қызғанып еді. Өмірлік қосағын жаңылмай тапқан екен де, енді ешқашан оған ерім деп еркелей алмайтынын
тек қайнаға деп қарайтынын да түсінді. Бір шетте шешесі тұр аңырап. Баяғыда ұзатылған қызын мұны қимай, бақырап жылап. Бұған жұрт күліп, түйеңе әрең мінгізбедің? Анашым-ау, шешетайым-ау, міне келдім қасыңа. Ал өзі баяғы 17-дегі кезіндегідей жап-жас екен дейді. Үстінде қос етек көйлек, көк кәжегей, қолында қос-қос білезік, алдында самаладай аппақ нұр. Тоғыз тозақтан өткенде алдында құрдың осы нұры күткен екен-ау. Енді аялдайтын не қалды? Қара кемпірдің кірпігі қыбырлады. Қасында қоршап отырғандар не айтқысы келді дегенде бетіне үңілді. Жалғыз ұлының қолынан бір сипап, мұрны бездей өзінен аумай қалған жанындай жақсы көретін қос бұрымды немересіне бір қарап үзіліп кете берді. Төсектің жанында жалғыз ұлдан туған 4 ұл мен 6 қыз. Өз келіні, жалғыз қызынан туған 10 жиені, күйеуі баласы, толып жатқан шүпірлеген немерелері мен шөберелері егіліп жылап отырды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Комментарийге өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер.